Ақылды мен дос болсам, мөлдіреп аққан тас бұлақ. Ақылсыз надан мен дос болсам, басар бір күн жар құлап. Адам достықтан айырыла алмайды. Егер достық жоқ болса, тұрмыста мән болмайды. Достық сенімен бірге бір өмір болады. Судың ағысы көлге тоқтайды, адамның мейірі жүрекке тоқтайды. Көңіл қалған адамға қайта зауқым соқпайды. Барлық нәрсе қайтып келуі мүмкін, сен қажет етпейтін кезде. Бір ауыз сөзден жылынған жүрек, бір ауыз сөзден суын алады. Бір пендені жылатқанша жұбата біл, себебі өмір сізге де, бізге де тым қысқа. Адам өмірінде 3 рет үлкен дастархан жайылады дейді. Туылғаныңда, тойыңда және өмірден өткеніңде. Ал бірінші дастарханнан дәм тата алмайсың. Екіншісінде жейтін уақытың жоқ. Ал үшіншісін басқалар жейді. Сондықтан күндеріңді көңілді өткіз, өзіңнен ештеңе аяма. Жай қалжың дегеннің артында әр қашан бір шындық, білмейді екенмін дегеннің артында аздап білім, қақым жоқ дегеннің артында біраз ашу, ештең етпейді дегеннің артында біраз азап жатады. Көңіл көңілден алыс болса, телефон мен бармақтың арасы да әлемдік жол. Сен сенген көңілден сен сенбейтін сырлар көп. Бұл дүниеде оңай ұмытылмайтын екі іс. Бірі кезігу, ал енді бірі ұмыта алмау. Жақсы мезгілде ойлаған адамға кезігу, бірақ еш нәтиже шықпау барлық адамның жүрегінде өшпес жара болады. Бірақ амалсыз шыдайсың да көнесің. Өмір сапарымда біреулерге қорыққанымнан емес, түсінгенімнен қол қойдым. Біреулерге жағатсығаннан емес, көз жеткізген соң жол қойдым. Біреулерге жалыққаннан емес, көңіл қалғаннан нөл қойдым. Иілген бастың, төгілген жастың есебі болады. Әр күні емес, әйтеу бір күні. Оқыған Талпын Қошкенұлы.